Адамның ашкөздігі мен жанжалынан туған зұлым жаратылыстар өздерін босатып, адамдардың барлығын дерлік тасқа айналдырады. Адамзатты құтқару үшін батыл қыз ғасырлар бойы жоғалып кеткен соңғы айдаһарды іздеуге аттанады. Бүгін біз 2021 жылғы Рая және соңғы айдаһар фильмінің тарихын айтып береміз. 500 жыл бұрын бүкіл әлем үйлесімді өмір сүрді. Жер құнарлы болды және адамдар бірге айдаһар пішінін қалыптастырған 5 патшалықтың конгломераты Кумандраны дамыту үшін бірлесіп жұмыс істеді. Адамдар арасында айдаһарлар да болды. Олар адамзатқа су, жаңбыр және тыныштық әкелетін сиқырлы жаратылыстар болды. Бірақ содан кейін друиндер пайда болды. Бұл оба дала өрті сияқты таралып, көбейіп, өмірді жалмап, қолы тигендердің бәрін тасқа айналдырды. Айдаһарлар адамдар үшін соғысып, өздерін құрбан етті. Ақырында олар да тасқа айналды. Алайда, соңғы айдаһар Сису өзінің барлық сиқырын бір тасқа шоғырландырды және барлық друидтерді жойып жіберді. Сол күні тасқа айналғандардың бәрі айдаһарлардан басқа өмірге қайта оралды. Ақыр соңында Сисудан тек оның асыл тастары қалды. Бұл оқиға Сисуды құрбан еткені үшін, ризашылық білдіру үшін адамдарды одан әрі біріктіруі керек еді. Бірақ іс жүзінде керісінше болды. Патшалықтар айдаһар сиқырының соңғы қалдықтарын иемдену үшін бір-бірімен соғыса бастады. Шекаралар орнатылып, Кумандра екіге бөлінді. Барлығы жау болып, асыл тасты жасыруға тура келді. 500 жылдан кейін бұл оқиғада Рая пайда болып, әлемдегі жағдай одан сайын нашарлай түседі. Қыз жүрек патшалығына жатады және айдаһар асыл тасының келесі қамқоршысы болу үшін әкесінен тәлім алады. Оның ендігі міндеті үңгірдегі барлық тұзақтарды айналып өтіп, асыл тас жасырылған таудың басына шығу. Оның адал досы Тук-Туктың көмегімен жас келіншек үңгірден өтіп, тұтқынға түспей үлгереді. Ол қақпаны ашып, сиқырлы аймаққа кіреді. Алайда, Рая тапсырманы орындау өте оңай екенін байқайды және көп ұзамай Бенджи қыздың құрбандық үстеліне жақындауына жол бермеу үшін пайда болады. Ол қыз және оның саусағы айдаһардың асыл тасы бар шеңберге тимейді деп уәде береді. Ал Рая мұны қиындық ретінде қабылдайды. Олар соққылармен алмасады. Ер адам қылышын пайдаланады, ал жас әйел бамбук таяқшаларымен кері соққы береді. Алайда, Бенджи оны қарусыздандырып үлгерді және бұл ойынның соңы екенін айтты. Оның түсінбегені, қыз шеңберде бір аяғына тиіп үлгерді, сондықтан жарыста жеңіске жетті. Оның әкесі, осы патшалықтың билеушісі, оны мақтан тұтады және қыз сынақтан өтті деп мәлімдейді. Енді ол отбасының жұмысын жалғастырып, айдаһар асыл тасының жаңа қамқоршысы болады. Сол күні кешке Бенджи оларға басқа елдердің басшыларының жүрекке бет алғанын хабарлайды. Рая бұл жаңалыққа таң қалып, оларды жеңу жоспарын жасайды. Содан кейін оның әкесі басқа патшалықтар оның шақыруымен мерекеге қатысу үшін сол жерге жиналатынын айтады. Қыз абдырап қалды, өйткені бұл адамдар оның жауы. Алайда, Бенджаның айтуынша, басқа жерлер тек тереңде жау болып табылады. Өйткені олар өздерінің өркендеуі айдаһар асыл тасының күшіне байланысты деп санайды. Бұл үлкен қателік. Дұшпандарын үйіне шақырған бұл адамның мақсаты оларды Кумандраны қалпына келтіруге көндіру. Оның пайымдауынша, егер адамдар қайтадан бір-біріне сенуді үйренбесе, онда барлығына зиян тигізуі уақыт мәселесі. Қалған 4 патшалықтың басшылары сарайға келіп, жағдай шиеленісе түседі. Барлығы шақырылуының шын себебін түсінгісі келеді және Бенджуді айдаһар асыл тасын ұрлады деп айыптай бастайды. Бұл адамдарды тыныштандыруға тырысады, бірақ дау одан сайын өрши түседі. Рая үнсіздігін бұзуға бел буып, қайсымыздың қарнымыз аш екенін сұрады. Фанг руының көсемі Вирананың қызы Намари қызға жақындап келеді. Олар көп ұзамай ортақ мінезді ашады. Екеуі де айдаһарға құмар. Кеште қыздар айдаһарлар туралы әңгімелеседі. Ал Рая өзінің Сисудың жанкүйері екенін мойындайды. Намари оның жерінде оның әлі тірі екендігі туралы қауесет бар екенін айтады. Жас келіншек шиыршықты ашады. Онда барлық друиндер жойылғаннан кейін Сису суға түсіп, төмен қарай жүзіп кетті. Аңыз бойынша, ол қазір өзеннің түбінде ұйықтап жатыр. Рая Сисумен кездесу мүмкіндігіне қуанады. Бұл адамдар қайтадан бірге алатынын білдіреді. Намари жаңа құрбысына сыйлық беруді ұйғарып, оған айдаһар алқасын сыйға тартты. Ризашылық белгісі ретінде Рая қызды тауға барып, оған айдаһары бар асыл тасты көрсетуді ұйғарды. Бұл қыздың өмір бойы жасаған ең үлкен қателігі болуы мүмкін. Намари асыл тасты байқаған бойда, оның бірінші реакциясы Раяны құлатып, оны ұрлауға тырысу. Алайда, Рая орнынан тұрып, асыл тасты қорғау жөніндегі миссиясын орындаймын деп уәде береді. Ол өзін жеңуге күші жетпейтінін түсінгенде, Намари отбасының назарын аудару үшін алауды пайдаланады. Бірнеше минуттан кейін сарбаздар пайда болады. Содан кейін көп ұзамай Бенджи де пайда болады. Бұл адам құрбан болған сарбаздарды жеңе алады. Бірақ көп ұзамай басқа патшалықтардың өкілдері пайда болады. Барлығы дауласып жатқанда, Бенджи өз сөзімен оларды қайтадан бірігуге көндіруге тырысады. Осы кезде оған шабуыл жасалып, жебе аяғына қадалады. Жүрек көшбасшысының жараланғанын көрген басқа патшалықтар асыл тасты ұрламақ болған, бірақ ол сынып қалады. Осы кезде жер жарылып, үңгір опырыла бастайды. Кенет дрон пайда болып, жауынгерге шабуыл жасап, оны тасқа айналдырады. Бұл тіршілік иесі көбейе бастайды. Ал Бен жаулармен күресу үшін айдаһар тасының бір бөлігін пайдаланады. Тастың сиқыры әлі де жұмыс істеп тұрғанын байқаған соң,
әрбір патшалық тастың бір бөлігін ұрлап, барлығы қашып кетеді. Өзін құтқаруға тырысқанда, Рая мен оның әкесі бұл құбыжықтарды судан қорқытып жатқанын түсінеді. Олар көпірге жетіп үлгерді. Бірақ бұл тіршілік иелері күннен күнге күшейіп, көбейіп келеді. Аяғындағы жараның кесірінен Бенджаның қашып құтыла алмайтынын түсініп, айдаһар тасының сынығын қызына беріп, өзенге лақтырып жібереді. Құлап бара жатып, Рая әкесінің тасқа айналғанын көреді. Сол сұмдық күннен бері 6 жыл өтті. Ал жас келіншек Сисуды іздеу сапарын жалғастыруда. Бұл жолы ол қазір алып болып кеткен тук-tukпен бірге құйрығымен жүреді. Бұл жануар жұмақты шөл арқылы алып өтеді. Жолда олар тек құм мен тастар теңізін кездестіреді. Ұзақ сапардан кейін олар 5 патшалықтың соңғы өзеніне жетеді. Қыз қазірдің өзінде барлық басқа өзендерді аралап, айдаһарды таппады. Бұл оның әлемді түзетіп, әкесін қайта көруге деген соңғы үміті еді. Олардың назарын аударып жатқанда, зұлым дрон пайда болып, оларға шабуыл жасады. Бірақ Рая онымен күресу үшін айдаһар тасының сынығын пайдаланды. Содан кейін қыз суға батқан кеменің сынықтарына жасырынып кіріп, Сисудың рухын ояту рәсімін жасады. Дәл осы сәтте бір түрлі нәрсе болып жатыр. Тук өзендегі шөлін қандырып жатқанда, судың көтеріле бастағанын байқады. Көпіршіктер қосылып, Сису пайда болады. Айдаһар Рая ойлағаннан әлдеқайда аңғал және ебедейсіз, бірақ ол қызды көргеніне қуанышты. Өйткені бұл оның құрбандығы жұмыс істегенін және адамдар енді тас емес екенін білдіреді. Алайда Рая оған жағымсыз хабарды жеткізіп, айдаһар тастың сынуына және друидтердің қайтадан бостандыққа шығуына өзі кінәлі екенін айтады. Қыз Сисудан тағы бір асыл тас жасауды өтінеді. Бірақ айдаһар артефакт жасамағанын, оны тек оны жасау үшін пайдаланғанын айтады. Құбыжықтарды жеңіңіз. Ол Райдың сынығын алған кезде Сису жарқырай бастайды және бұл жануарлардың күші екенін айтады. Амба, оның сіңлісі. Әрбір айдаһардың ерекше қабілеті бар және ол су айдаһары болғандықтан жүзу қабілетіне ие болды. Ол Сисудың әлі де асыл тастың сиқырымен байланысы бар екенін түсінгенде, қыз оларға айдаһар мініп, әлемді құтқару үшін, өз күшін пайдалану үшін жетіспейтін биттерді алуға баруды ұсынады. Осы уақытта Намари мен оның тобы жұмақтың артынан аң аулап жүр. Ал қыз құмда жатқан затты тауып алады. Көп ұзамай ол бұл жәдігерді танып, оның жұмаққа тиесілі екенін есіне алады. Алып, мысықтарына мініп, олар апат болған жерге түсіп, айдаһар шиыршығын ұрлаған қызды іздей бастайды. Бірақ ол кезде Рая әлдеқашан жоғалып кеткен болатын. Келесі миссия тел сол тағдырлы күні алып кеткен асыл тасты қайтару. Ол үшін олар тұзаққа толы үңгірге барды. Бір-бірімен өрілген арқандардан өтіп бара жатып, олар жарқыраған жәндікті тауып алды. Ал Рая Сисадан абай болуды өтінді. Өйткені бұл тук сияқты естіледі. Бірнеше секундтан кейін жануар жарылып, айдаһар оның есімінің шын себебін түсінді. Содан кейін олар осы жәндіктерге толы дәлізді табады және шабуылға ұшырамас үшін өткелден өте сақ болу керек. Осы сынақтардың барлығынан кейін олар іздеген тастың бір бөлігін тапты. Артефакт осы патшалық билеушісінің сүйектерімен бірге ағашқа тоқылған. Ол жерге жету үшін Рая мен Сису үшкір тастарға толы жерден өту керек. Қыз төбеден ұстап, айдаһармен қиылысу үшін ұзартқыш қылышын пайдаланады. Рая тасты көтерсе, тұзаққа түсетінін түсінеді. Сондықтан ол тасты көтеріп жатқанда, қаңқаның қолын сол қалпында ұстау үшін таяқшаны пайдалануды ұйғарады. Олардың жоспары іске асты. Енді оларда 2 сынық бар. Осы зергерлік бұйымды ұстаған кезде Сису әйелге айналады. Оның әпкесі Пранидың келбетін өзгертуге қабілеті бар. Бұл күш қазір Сисудың қол астында. Бірнеше секундтан кейін Намари өз тобымен бірге келіп, Раяның не істеп жатқанын сұрайды. Ол қыздың ақыры жаңа дос тапқанын көріп таңғалады. Мысық қыз Раяның неліктен зергерлік бұйымдарды ұрлап жатқанын білгісі келеді. Ал қыз мұны тек билік үшін істеп жатыр деп мәлімдейді. Рая айдаһар шиыршығын Фанг патшалығынан қайтарады. Өйткені ол Намаридің оны аңдып жүргенін біледі. Алайда қызы әлі де күзетшілеріне оның жауын ұстауды бұйырады. Бұл жағдайды болдырмау үшін Райдың жалғыз жолы тұзақты іске қосу және осылайша Сису екеуі қашып кетуі үшін уақыт сатып алу. Олар қақпадан өтіп бара жатыр. Бірақ Намари олардың соңынан ереді. Рая қыздың назарын аудару үшін тук дыбысын қолданып, тук-tukке қарай жүгіреді. Осы кезде оларды қуа бастайды. Ал Раяға өзенге секіру туралы тамаша идея келеді. Өйткені мысықтар, друиндер сияқты суды ұнатпайды. Бақытымызға орай, жақын жерде шағын қайық болды. Олар мінген кезде оларды бір бала қарсы алады. Ол оларға жеңіл тағамдар береді. Бон бұл қайықтың иесі және оны мейрамхана ретінде пайдалану арқылы күн көреді. Өйткені оның бүкіл отбасы тасқа айналған. Дұшпандардың жақындап келе жатқанын көріп, Рая балаға оларды талонға апару үшін ақша ұсынады. Сису көмектесуге бел буады және қайықты жағадан алыстату үшін өзінің су айдаһары дағдылары болғандықтан айдаһар қыз осы мүмкіндікті пайдаланып, аздап жүзіп кетті. Алайда Рая өзінің құпиясын ашуға тәуекел етпеу үшін адам кейпіне қайта оралуын өтінеді. Фангқа қайтып бара жатқанда, Намари тасқа айналған айдаһарларды кездестіреді. Оларға тағзым еткеннен кейін ол өз жолын жалғастырады. Түнде қайықты ондаған друидтер қоршап алады. Бірақ топ суда қалады. Сондықтан ол қорғалған. Каналдан өткеннен кейін олар талонға келеді. Ал Рая зергерлік бұйымның қай жерде екенін білемін деп мәлімдейді. Қыз Сисадан оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қайықта қалуын сұрайды. Қаланы аралап жүріп, 3 маймыл кішкентай қызды байқап қалады да,
көп ұзамай оны ұрлап әкетудің жоспарын жасайды. Қараңғы аллеядан өтіп бара жатып, Рая сәбиді тауып алып, оған ата-анасын табуға көмектесуге тырысады. Осы кезде маймылдар алып, жәндікке жақындап, оған жеміс жидек ұсынады. Рая одан айдаһардың асыл тастарының бөліктері ұрланғанын түсінгенде, Нух, оның тізесінде отырған қыз, оған шабуыл жасап, маймылдармен бірге қашып кетеді. Осы кезде жас келіншек баласының өзін алдағанын түсінеді. Ол күтіп тұрғанда, Сису талонның жетекшісі Данг Хайға сыйлық беру үшін дүкенге баруды ұйғарды, бірақ оның ақшасы жоқ екенін есіне алды. Сондықтан Бон оны шотқа салуды ұсынды. Ол мұның уәде сияқты екенін түсіндірді. Сису қазір сатып алып, кейінірек төлеуге уәде берер еді. Айдаһар бұл идеяға қатты қуанады және ол көргенінің бәрін сатып алады. Бірнеше минуттан кейін саудагерлер оған қарсы шығып, оның бұл қалада есеп-шоты жоқ екенін айта бастайды. Өйткені оны ешкім білмейді. Олар оған қарызын төлеуді бұйырады. Осы кезде сүйкімді ханым оны құтқару үшін келіп, қыздан еріп жүруін өтінеді. Қаланың арғы жағында Рая әлі күнге дейін оның асыл тастарын ұрлап алған кішкентай құбыжықтарды аулап жүр. Ол оларды бірнеше минут бойы қуып келеді және тук-туктың көмегімен оларды ұстап алады. Олардың басқа қашатын жері болмағандықтан, ұрылар қыздың заттарын қайтаруды ұйғарады. Ал Рая оның отбасының қайда екенін сұрайды. Маймылдардың бірі олардың тасқа айналғанын хабарлайды. Ал бұл жағдайды көрген жүрегі ауырған қыз оларға көмектесуге бел буады. Рая олардан қамалға кіріп бара жатқанда күзетшілердің назарын аударуын сұрайды. Оның орнына олар Бонның қайығында қалағанын жей алады. Ол Данг Хайдың сарайына келгенде жас келіншек ер адамның тасқа айналғанын көреді. Сондықтан Данг Худың әшекейі болған. Сису оған осы патшалықтың басшысы Данг Хайға сыйлықтар іздеп жүргенін айтады. Сондықтан кемпір оны өзіне апаруға уәде береді. Алайда ол қақпадан өтіп бара жатқанда, ол жердегілердің бәрі тасқа айналғанын көреді. Адрун пайда болып, оған шабуыл жасамақшы болады. Бірақ ден Худың қолындағы зергерлік бұйым оны итеріп жібереді. Әйел Сисуға басқа зергерлік бұйымдарды қайдан табуға болатынын айтуды бұйырады. Ал қыз алданып қалғанына көңілі қалады. Оның есінде болса, адамзат әділ және сенімді болған, бірақ мұның бәрі өткенде болған. Әйел оған қажетті ақпаратты бермесе, оны сол жерде қамауға аламын деп қорқытады. Алайда Сисудың бақытына орай, Рая мен Тук-Тук оны құтқару үшін пайда болады. Қыз әйелдің қолынан асыл тастың бір бөлігін ұрлап, оны Сисуға береді. Ол оған қолын тигізгеннен кейін ағасы Джаганның тұманының күшіне ие болады. Олар қайыққа қарай жүзіп бара жатқанда, олар қыз бен оның маймыл достарына тамақ болатын сүйекті табады. Енді тапсырма орындалғаннан кейін, олар келесі дүниеге аттанады. Фангта Верана генералынан жағымсыз хабар алады. Әйел оларға орын жетіспейтінін және материкке дейін кеңею керек екенін айтады. Мәселе мынада, бұл бүкіл патшалыққа друиндер тарапынан қауіп төндіреді. Осы кезде Намари келіп, оларға қажет шешімі бар болуы мүмкін екенін хабарлайды. Қыз оған Раяны тапқанын және оның асыл тастың қалған бөлігін жинап жатқанын білгенін айтады. Оның жоспары оны ұстап алу үшін корольдік әскерді Испания корольдігіне жіберу болды. Варана, оның анасы, жас әйелдің өтінішін қабылдап, генералға Намаридің қолбасшылығы үшін корольдік армияны дайындауды тапсырады. Кемеге оралған соң, Сису ойланып қалды. Оның айтуынша, адам болу қиын, өйткені адамдардың бастары кішкентай, құйрықтары жоқ және бір-біріне өтірік айтады. Қалағанын ал. Мұны естіген Рая дүниенің жойылғанын, сондықтан ешкімге сенуге болмайтынын айтады. Бірақ Сису қарсылық білдіріп, адамдар бір-біріне сенбегендіктен дүние жойылып кеткен болуы мүмкін дейді. Сол кезде Рая әкесін есіне алды. Өйткені ол Сису сияқты ойлап, арқасынан пышақ жарақатын алды. Олар Спайнға келгенде, Сису Бон дайындаған дәмді тағамның кәстрөлін алып, қашып кетті. Рая оның артынан қуды, ал айдаһар қызға оның қателескенін дәлелдейтінін айтты. Бірақ олар қақпаға жеткенде, екеуін де ұстап алып, кабинада мүлдем оғаш жігіт байлап тастады. Алайда, көп ұзамай Рая өзінің серіктестік іздеп жүрген жалғыз адам екенін түсінеді. Тук-Тук және экипаждың қалған мүшелері кабинаға баса көктеп кіріп, маймылдар Тонгты байлап тастайды. Бон оған Намари мен оның әскері қақпаның алдында тұрғанын және көп ұзамай Рая қыздың даусын естігенін хабарлайды. Ол Спайн тұрғындарына жұмаққа опасыздық жасауды бұйырады. Әйтпесе олар патшалыққа басып кіреді. Терезеден қараса, Рая бүкіл халықтың тасқа айналғанын көреді. Ал Тонг оның друиндермен шайқастан аман қалған жалғыз адам екенін айтады. Рая достарынан қашып кетуін сұрайды. Ал ол Намари мен басқалардың назарын аударады. Кетер алдында ол Тонгтан достарына басқа жолмен қашып кетуіне көмектесуін сұрайды және оған сенім білдіреді. Қыз қақпаны ашады. Екеуі де бетпе-бет келеді. Рая әкесінің қылышын жаумен соғысу және оны қарусыздандыру үшін пайдаланады. Бірақ көп ұзамай ол құлап қалады. Ол орнынан тұрып, Намари мен қоян қолтық ұрысқа кіріседі. Осы кезде Рая жеңіліп қалады. Ал Сису оған көмектесу үшін қайтып оралуға бел буады. Айдаһар өзінің тұманын жауынгердің көзін бұлдырату үшін пайдаланады және Намаримен бетпе-бет келеді. Қыз Сисуды тірідей көргенде эмоцияға беріліп, үнсіз қалды. Рая осы сәтті пайдаланып қашып кетті. Енді олардың жаңа достары Сисудың айдаһар екенін білгеннен кейін, олар әлемді түзету үшін оларға қосылуға шешім қабылдады. Тонг асыл тастың бір бөлігін береді.
Ал Сису үлкен ағасы Пенге тиесілі жаңбыр сиқырына ие болады. Ол жаңбыр тамшыларын баспалдақ жасап, аспанға көтерілу үшін пайдаланады. Бірнеше минут көңіл көтергеннен кейін ол суға құлап кетеді. Кейінірек Сису Раяны өзінің туған жері ретінде жүрегіне жақын қабылдайды. Жоғарыдан ол әкесінің мүсінін көре алады, және мұны түсінген ол Бенджаның Айдаһар асыл тасын жасырған тауда. Сису 500 жыл бұрын бәрі дәл осы жерде болғанын айтады. Ол ағаларының мүсіндерін сыйға тартып, олардың соңғы айдаһар болғанын айтады. Друиндермен шайқаста Сису мен оның ағаларынан басқа барлық айдаһарлар тасқа айналды. Алайда оның үлкен ағасы Пенгу жеңілгенін мойындаудан бас тартып, соңғы әрекетті жасауға шешім қабылдады. Олар кейінірек айдаһар асыл тастары деп аталатын салада күш біріктірді. Ақырында олар асыл тасты иемдену және осы әлемді құтқару үшін Сисуды таңдады. Ол неліктен оны таңдағанын білмейтінін айтады. Бірақ ол оларға сенді. Сису ағасының оған деген сенімін сезінгенде, ол бұрын соңды ойлағаннан да күшті болды, және осылайша друиндерді жер бетінен қуып жіберді. Ол өз тарихын айтып бергеннен кейін, Сису Раядан Намариге қайта сенуін сұрайды. Өйткені бұл олар іздеген шешім болуы мүмкін. Енді топ айдаһардың асыл тасының соңғы бөлігін іздеу үшін Фангқа баруы керек. Намари өз патшалығына келіп, анасына жұмақпен бірге болған айдаһар туралы хабарлайды. Ол Сису олардың жойғанының бәрін жөндеп, бәрін қайтара алады деп мәлімдейді. Содан кейін Вирана жағдай қалыпты жағдайға оралғанда, Фанг патшалығы қуғын сүргінге ұшырайды. Өйткені басқа елдер оларды болған оқиғаға кінәлайды. Әйел Намариден тынышталуын сұрайды. Өйткені оның іс жүзінде жүзеге асырылатын іс-қимыл жоспары бар. Сол түні Рая Сисудың жоспарын орындап, Намариден көмек сұрауға бел буады. Оның өтініші бойынша Нұх пен маймылдар қызға айдаһар алқасы мен жазбасы бар пакетті әкеледі. Кешкі ас кезінде Рая мен оның достары қайықта отырып, Намаридың белгісін көріп, оны іздеуге шығады. Қыздың әшекейі бар. Ол оны Раяға береді. Осы кезде Сису пайда болып, адамдарды тірілту үшін асыл тастың барлық бөліктерін біріктіруге кіріседі. Алайда, бұл Намаридың тағы бір тұзағы болды. Ол арбалетті жұмаққа бағыттап, қызға асыл тастың барлық бөліктерін беруді бұйырады. Сису оны көндіруге тырысады. Бірақ Рая Намаридың оқ ататынын түсініп, оны тоқтату үшін қылышын пайдаланады. Осы кезде айдаһардың кеудесіне пышақ тиіп, суға құлап кетеді. Намари асыл тастың бір бөлігін алып, қашып кетеді. Бұл аймақты қоршап тұрған су жоғала бастайды. Соңғы айдаһар болмаса, адамдар друидтерді тоқтату үшін жалғыз ресурстарынан айырылды. Зұлым жаратылыстар сарайға жақындап келеді. Ал ашуланған Рая Намаридың артынан барады. Бәрі қашып кеткенде, ол қамалға кіріп, қызға қарсы шығады. Оның анасы жаңа ғана тасқа айналды. Екеуі де дуэльге кірісті. Олар бірнеше қылыш соққыларымен алмасады. Ал Райдың достары азу тұрғындарын құтқару үшін басқа асыл тастарды пайдаланады. Сарай қирап жатыр. Бірақ Райдың ашуы оның ең қас жауын жеңгенше кетуіне жол бермейді. Қыз Намариді қарусыздандырып үлгереді және оны өлтірмекші болады. Бірақ достарының сыртта төбелесіп жатқанын көргенде кетуге бел буады. Ол оларға қосылып, сол адамдарды құтқаруға көмектеседі. Олар қақпадан өтпек болған кезде, друиндер тук-тукты қоршап алады. Бірақ жануар Намариді құтқарады. Кенеттен олардың астындағы жер құлап, друиндер оларды қоршап үлгереді. Рая Сисудың алқасын тауып алып, айдаһардың айтқанын есіне алады. Ол Сисуға әлемді құтқаруға мүмкіндік берген ең маңызды фактор сенім болғанын есіне алады. Ол ағаларына сенгендей, ағалары да оған сенді. Рая олардан зергерлік бұйымдарын беруін сұрайды. Өйткені әлемді түзетудің жалғыз жолы бір-біріне сену. Алайда оның достары, оның барлық істерінен кейін Намариге сену мүмкін емес деп санайды. Рая бірінші қадамды жасауды шешеді. Ол қызға әшекейін беріп, тағдырмен келіседі. Мұны көрген достары да солай істеуге бел буып, зергерлік бұйымның бір бөлігін Намариге беруді ұйғарады. Олар бірінен соң бірі жұмаққа қосылып, тасқа айналады. Намари шығудың жолын көріп, сол жерден қашуды ойлайды. Алайда ол бұл идеядан бас тартып, асыл тасты қайта жинау үшін қалуды шешеді. Алайда оның жоспары орындалмай, айдаһар асыл тасы жоғалып кетеді. Намари жұмаққа қосылып, тасқа айналады. Бірнеше минуттан кейін друиндер кетіп бара жатқанда, асыл тас қайтадан жарқырап, өзінің сиқырын таратады. Друиндер жойылып, тасқа айналғандардың бәрі қалыпты жағдайға оралады. Соның ішінде айдаһарлар, су бұрқақтары қайтадан соғыла бастайды. Ал Рая тук-тукпен қайта қауышады. Төбелерде аспанды бояйтын айдаһарлар пайда болады. Олар көлдің жанына жиналып, Сисуды қайтаратын рәсімді жасайды. Ол бауырларына қосылады. Содан кейін оған алғыс айту үшін жұмаққа барады. Намари және экипаждың қалған мүшелері жақын жерде. Ал айдаһар оларды құшақтап алады. Қоштасқаннан кейін олардың әрқайсысы өз патшалығына оралып, отбасын қайта көре алады. Тонг әйелі мен ұлымен қайта қауышты. Нұх ата-анасына, ал Бон бауырларына оралды. Рая мен Тук-тук Хартқа келеді. Ал қыз ақыры әкесін қайта көре алады. Көп ұзамай Сису келіп, Раяның достарын өзімен бірге алып келгенін хабарлайды. Осы кезде барлық басқа патшалықтардың басшылары мен тұрғындары пайда болып, жаңа командра құру үшін бас қосады. Бұл фильм туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, басқа фильм шолуларына жазылыңыз. Келесі кездескенше.